Мен Кунафина Жанар Сайлауовна, нөмірі 17 жалпы білім беретін мектеп, коммуналдық мемлекеттік мекеменің бастауыш сынып мұғалімі. Аталмыш мектептің цифрлық білім беру ресурстарын сабақтарда қолдану атты челленджға қатысып отырмын. Қазіргі заман талабына сай жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқытуда цифрлық білім берудің ресурстарын сабақтарда қолдану өте маңызды болып тұр. Цифрлық білім беру ресурстарының ішінен Kahoot, Joytech, Quizizz платформаларын сабақтарында қолданамын. Сондай-ақ iMектеп, Білімләнд платформаларын, түсіндірмелерін, видеоларын күнделікті сабақта қолданамын. Бүгінгі сабақтарымда Joytech және Quizizz платформаларын тапсырмаларымен ұсынамын. Цифрлық білім беру ресурстарын сабақтарда қолдану барысында мен Joytech платформасын пайдаландым. Онда Google Chrome'ға кіріп, ондағы Joytech деп жазу арқылы Joytech платформасын таңдап алып, ондағы квест ойыны және викторина, терминдер, видеолар жасау тапсырмалары орындатуға болады. Соның ішінде мен квест тест ойынын таңдадым. Онда бөлмелер таңдау арқылы, ондағы тапсырмаларды құрып алып, оқушылардың ссылка дайындап алып, ондағы ссылканы оқушыларға жіберу арқылы мен тапсырма дайындап алдым. Бұл оқушылардың өткен сабақты бекітуге және жаңа сабақты қорытындылауға, пайдалануға өте қызығушылықпен орындайды. Яғни оқушылардың ойлау, сөйлеу, зейін қойып тыңдауға қабілеттерін дамытуға өте тиімді әдіс деуге болады. Бүгінгі цифрлық білім беру ресурстарын сабақтарда пайдалану атты челленджді әріптесіміз, қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Шаяхметова Қарлығаш Жұмакалиевнаға жолдаймын.